Сіздерді көрерменнің сұрауымен осы жерде Әділжан мен Жанеркені шақырыңызшы дегеннен кейін шақырып отырмыз, айта кетейін. Және телефонға қарап отыруымның себебі де сіздердің жазған пікірлеріңізден сұрақтар болса деген ой болды. Ал енді дәл қазір үміткер келіп отыр Тимурға. Бір-бірін танитын болып шықты. Сіздердің ойларыңыз қандай? Және бұл қаншалықты дұрыс таныстық болады деп ойлайсыздар? Әзір қатысушылар айтып жатыр, кезінде Шерхан деген жігітке келген екен деп, бірақ мен ол кезде болмадым, сол себепті танымайды екен. Бірақ енді екеуінің сөздері жарасып тұрған сияқты, енді болашақта қалай болады екен? Мен айта кетсем, енді бұл қызбен мен бір уақытта көбірек білесіз ғой, иә. Ол кезде мен де үміткер болып отырғанмын, үміткерлердің комнатасында танысқанбыз. Бірақ мен енді Тимурды қанша уақыт танимын, иә, екеуінің болмысы бір-біріне келмейтін сияқты деп ойлаймын. Не себепті? Білмеймін, енді Тимурдың вкусы более Мерей сияқты қыздар ғой. Соған қарағанда білмеймін енді. Нәзік, өзілейін деп тұрған қыз болу керек дегіңіз келіп тұр ғой. Иә, бізде үміткеріміз, она такая с характером, да? Білмеймін енді, жараспай қалатын. Яғни екеуінің де мінездері бір жерге сыйыспай қалуы мүмкін, солай ма? Мүмкін. Жақсы, енді бірақ екеуінің сөзі мен күлкісіне қарасам бір астар жатқан секілді. Екеуі бір-бірін қалай айтса болады, көзбен түсініп тұрған секілді көрінді маған. Білмеймін енді, бәлкім енді таныс болғаннан кейін шығар деп ойлап тұрмын. Жаңа кіріп келген кезде Диастың көзқарасын сіздер байқадыңыздар ма, байқамадыңыздар ма, ерекше бір жаңағы Тимурға белгі бергендей болды. Білмедім, мен байқамадым, байқадың ба? Жақсы. Ал енді болашақта қаншалықты сіздердің ойларыңызша болашағы жоқ секілді ма сонда? Әділжанға берейікші. Мен енді ер азамат ретінде сырт көзге білініп тұрады ғой өзі. Енді былай айтқан кезде любой адам негізі бірінші көзбен визуально адамды ұнатады, бірақ содан кейін барып ішкі дүниесіне қарайды да. Бірақ енді сүйкімді, салмақты қыз деп ойлаймын енді, бірақ таныса келе енді арасынан енді Тимур қанша енді араласып жүргеннен кейін біз сияқты жұп болып жанында қызбен бірге жүрсе екен деген ойдамын, ниеттемін. Сол себепті маған наоборот жақсы танысып, бір-бірімен жұп болып жарасып кетсе, маған наоборот жақсы солай. Бүгін Тимур келе салғаннан бастап бірінші осы жерге кірген болатын, және көңіл-күй өте бір көтеріңкі болып кірген. Бір құдды бір осы нәрсені сезген секілді болып, бүгін бір қасымда бір жан отырады деген нәрсені сезгендей болып. Әлде бір басқа себеп бар ма ол күлкісінің астарында? Негізі біздің қатысушылардың арасында ең қалжыңдап әзілқой адамдардың бірі сол Тимур мен Диас. Біздің арамызда постоянно бізді күлдіріп, қалжың айтып жүретін. Енді сол себепті ол өзі енді постоянно көңіл күйі көтеріңкі болып жүреді. Енді мінезі сондай жігіт, негізі ақ көңіл, сондай ашық жігіт қой. Эфирден тыс сізді де эфирде өте байсалды болғанмен, эфирден тыс өте әзілқой деп естідік. Мен негізі болады, бірақ шектен тыс көп қалжыңдап ренжітіп қоятын бар Жанеркені. Бірақ Жанерке енді басында түсінбейтін, қазір уже ақырындап үйреніп, уже привыкла. Сізге әзілмен жауап беріп бастады. Бұл әзір уже маған ответ қайтаратын болған. Сол себепті теңде тең. Тандем пайда болды деген сөз шығар. Ризамыз әрине. Алда бұйырса бізде жұп болып кеткенін, таныстықтың жалғасқанын тілейміз. Ал енді тілектеріңіз болса жеткізіп қойсаңыздар болады. Бүгін мереке жаңа бетке ұстар жұп ретінде. Ең бірінші жақындарыңызға, ата-аналарыңызға, туыстарыңызға денсаулық тілеймін. Барлық жақсылық болсын, дастарханымыз бай, осы шаңырақтарымыз берік болсын, биік болсын, тек жақсылық болсын, жүздеріңізден күлкі кетпесін. Не деймін енді? Тойда жолығайық деп қойсаңыздар. Иә, Алла бұйырса, тек жақсы күндер болсын, күлкілі сәттер көп болсын, соны тілеймін. Жақсы, рахмет. Біз келесі жарнамада қайта жүздесетін боламыз. Жалғастырамыз. Диас, қайырлы күн. Қайырлы күн, қалайсыздар? Жақсымыз, өзіңізде бәрі дұрыс па? Шүкір, жақсы. Бірден мына сұрақ қызықтырды. Жаңа Тимурға үміткер келген кезде сіздің бір белгі бергендей болдыңыз Тимурға. Бір нәрсені жеткізгіңіз келгендей болып, көзқараспен, қолыңызбен бұлғағаныңызды байқап қалдық. Не айтқыңыз келді? Көзбен бе? Жоқ, мен просто алдында Элеонора келген кезде бізге жақсы несе қылғанда, есімізде қалып қалған. Бірақ оны мен көрсеткім келген жоқ, оны қалай көрсетесің басқа? Оны ешқалай көрсете алмайсың. Бірақ шымылдық ашылғаннан кейін
екеуміз айттық, иә, келген сияқты еді ғой деген сияқты әңгімелер болған. Ал енді бізде қатысушылар талап қояды. Осындай талабыма сай болса екен үміткер келгенде деп. Дәл қазіргі кезде үміткердің талабы басым болып кеткен жоқ па, қалай ойлайсыз? Ол да дұрыс шығар деп ойлаймын. Үміткерді өз талабына сай адамға келсе, ол да бір жағынан дұрыс, әйтпесе бір некомфортно болып қалады да, жайдан жай келе салған үміткерлерге. Дегенмен екеуі бір-біріне сай келетін сияқты ма сырт көзге? Менің ойымша енді по размеру, иә, сәйкес келетін сияқты. Размер жағынан ғана ма? Енді сөйлесе келе оны ұғамыз ғой. Әңгімелерде дұрыс кетсе, негізі ол бет-бейнеге кей кезде көңіл бөлмеуің де мүмкін. Сол тараптан да көрдім. Дегенмен Тимурдың басталғанда бір жүзінде күлкі пайда болған болатын, шымылдық ашылғаннан кейін. Соған қарағанда бір-біріне деген жылылық сезіліп тұр ма деген сұрақ туындады көкейде. Бәлкім, иә. Мүмкін бір жылулық сезіп мына жақта қатысушылар білесіздер ғой, тілдері ашық. Бірақ енді сол қатысушылар тарапынан сәл жабылып кету болып жатыр. Тимурдың ойын өзгертіп жіберуі мүмкін бе, қалай ойлайсыз? Қалай айтсам болады, адамның ойын енді адам ғана өзгертеді ғой, бірақ ондай нәрсеге бермеу керек. Жүрек не дейді, соны тыңдау керек болды ғой, одан басқа ештеңе керек емес. Керек ақылдарыңды алып аласың, керек еместерін лақтырасың ғой. Жақсы, ал енді сізге көрермендер тарапынан сұрақ болып жатыр. Осы қатысушылар арасында көзіне түскен бір адам жоқ па екен, Диастың өзгеріп жүр дейді. Бар. Сондай жағдай болып жатыр ма? Иә. Түсінікті, оны біз енді эфир барысында Оның аты Болат. Кәдімгідей ойландырып тастадыңыз ғой, бір өзім тіпті қалай не айтарымды білмей. Болса сөз саламын ғой, 101 розамен келемін. Бәлкім ұялып жүрген шығарсыз деген ой келеді ғой енді бізге. Ұялып па, жоқ. Жақсы, ал енді жеке басыңызда бәрі дұрыс па? Иә, шүкір, барлығы Үміткер жақсы. жағы. Үміткер енді бүгін кеше тоқтаған болатын, айтып қойдың эфирде, енді үміткер күтеміз. Сол енді. Енді жеке бас. мен не сұрайтынды білесіз, үміткерге қайталап жаңа тоқтамай жұбыңыз табылғанша үндеу тастау керек. Әрине, иә, үміткер күтем. Негізі өте жақсы үміткер келген. Неге енді жіберіп алдық осы үміткер? Жіберіп алды дегенде ол кісінің өзінен болып қалды да. Сол өзімнің жұмыстарым бар, келе алмаймын дегендіктен осындай жағдай болып қалды. Жақсы, әйтеуір сыртта кездесу болып жүрмесін енді. Жоқ, ондай жоқ. Жақсы. Ал енді талаптарыңызды бір атап өтіңіз. Талаптарым сол, 18 бен 29. Сіздікі 25-тен өсіп кетті ғой. 29-ға 29 жарым дейінші. Бұрындап кетіп бара жатыр. Иә. Соған қарағанда көрермен бекер айтып жатқан жоқ. Мен сезіп жатыр. Қазір 18 бен 25. Оқыған болса, қарапайым болса, одан кейін ең басты шынайы болса. Өзің қалай бар солай көрсетсе, мен де қалай бар солай көрсетсем өзім деген сияқты ғой. Сол күтемін сізді, келіңіз. Яғни шынайы болса, батылдығы болса, үміткер ретінде келсеңіз, Диас күтуге дайын және таныстықты бастауға асыға сіздерді күтіп отыр деуге болады. Солай ма? Жақсы. Енді Наурыз мерекесінде өзіңізді осы жерге шақыра алмадық. Бір шумақ өлеңіңізді арнап жіберсеңіз халықты құттықтап. Оқты. Бір Алласы бар, 2 дүниесі бар, 3 жүзі, 4 құбыласы, 5 парызы, 6 алашы, 7 қазынасы, 8 серісі мен 9 құмалағы, 10 шақты қыздар мен 10 шақты қыз ұлдарым бар. Қазақ ел ассалаумағалейкум деп ана бір тамадан жаттап алғам. Мен деген тамсанып тыңдап отырмын оны. Сол енді бұйырса той жаққа да бір кішкене көңіл бөліп қойсамыз деп қоямыз. Сол Наурыз мерекесі құтты болсын баршаңызға. Ақмол болсын дейміз басқа. Көп рахмет. Келесі жарнамада қайта жүздескенше.